Аспиринді не үшін ішеміз? Жалпы барлығына ішуге керек па? Тек қана бұны ішпейді, кімде тромбоцитопения деген диагноз болса, яғни бұл гормондар жоғарылаған сайын біздің қан тамырлар қысыла бастайды, ол жерде тромб пайда болады. Жүкті әйелге ең ауыр диагноз бұл бізде преэклампсия және эклампсия, яғни сондықтан ісіну это ненормально, яғни ісіну болмауы тиіс. И сол ісіну болмау үшін сіз аспирин ішуіңіз керек. Өлім аузына алып келетін жүкті әйелдерде болады синдром. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге ең күшті керемет тақырыптың бірі, особенно жүкті әйелдер өзінің денсаулығы және баласының денсаулығы үшін керек тақырып бұл аспирин. Не үшін ішу керек? Ол үшін міндетті түрде маған лайк басып, подписаться етіп қойыңыз. Себебі сіз видеоларымды жіберіп аласыз және менің сіздерге шығуыма энергия бермей қоясыз, маған күш бермей қоясыз. Сондықтан міндетті түрде осында жазыңыздар. Сұрақтарыңызды комментарий қалдыруларыңызға болады. Аспиринді не үшін ішеміз? Жалпы барлығына ішуге керек па? Егер сіз өзіңіздің гинекологыңызға барып, жаңағы жазған қағазын ашсаңыздар, карталарыңызды ашсаңыздар, бүгінгі приемның қағазын ашсаңыздар, ең астында тұрады аспирин, ацетилсалицил қышқылы 75 мг. Рекомендовано деген жерде қарасаңыздар, сөйле тұрады. Не үшін? Значит, бұл жүктіліктің алғашқы аптасынан бастап туғанға дейін әрбір әйел ішу керек деген сөз. Тек қана бұны ішпейді, кімде тромбоцитопения деген диагноз болса, яғни тромбоциттердің мөлшері 150-ден төмен болса ғана сіз бұны ішпейсіз. Қалған уақытта міндетті түрде барлық әйел ішу керек. Мейлі оның жағдайы 100% сау мықты болса да. Себебі біз көтерген кезде бірінші орында біздің прогестерон гормонымыз жоғарылайды. Естественно, сонымен бірге қосылып ХГЧ гормонымыз бірден өсіп отырады. Күннен күнге секундтап жоғарылап көтеріліп отырады. Бұл гормондар жоғарылаған сайын біздің қан тамырлар қысыла бастайды, ол жерде тромб пайда болуы мүмкін. Міне, сол тромб пайда болмау үшін сіз міндетті түрде аспирин ішуіңіз керек. Сонымен қатар осы қан тамырларды кеңейтіп, ол жерде қан айналымды реттеу үшін сіз аспирин ішуіңіз керек. Жатыр мен плацента екеуі бір-біріне жабысу үшін не болады? Арасында қан тамырлармен жабысады. Сол жабысуы, сол реттелуі дұрыс болу үшін сіз аспирин ішуіңіз керек. Сонымен қатар әрбір жүкті әйелге ең ауыр диагноз бұл бізде преэклампсия және эклампсия, яғни бірден давление көтеріліп кету, комаға түсіп қалу, баланың шетінеп кету, ерте босанып қою деген сияқты. Осы нәрсе болмау үшін сіз аспирин ішу керексіз. Сонымен қатар көптеген жүкті әйелдер просто пропускать етіп алады, яғни ісіну бұл нормально, спокойно жүре береді, ісіну, это нормально, оказывается, маған енем айтты, или тағысын тағы айтты, и потом байқамағаннан уже ойбай, на самом деле это ненормально, соның кесірінен мен кесір тірлігі болып, тағы. Сондықтан ісіну это ненормально, яғни ісіну болмауы тиіс. И сол ісіну болмау үшін сіз аспирин ішуіңіз керек. Сонымен қатар HELLP синдромы бар. HELLP деген не? Яғни өлім аузына алып келетін жүкті әйелдерде болатын синдром. Осы HELLP синдромы болмау үшін сіз міндетті түрде аспирин ішуіңіз керек. Сонымен қатар инсульт, инфаркт болмау үшін, яғни не только жүкті әйелдер, 40 жастан асқан әйел де еркек те міндетті түрде аспирин ішу керек. Одан бөлек бізде не болады? Жүктіліктің әсерінен мына жерде екі кіндіктің төменгі жағында екі жанында бізде төменгі қуыс веналары бар. Біздің ішіміз өскен сайын сол венаның үстінен былайынан түседі да қысылып қала береді. Осы қысылған сайын қан айналым нашарлай түседі, бізде варикоз пайда болады. Міне, дәл осы нәрсе пайда болмау үшін, особенно кімде уже варикоз пайда болды, сол варикоздың арасында тромб пайда болмау үшін міндетті түрде аспирин ішу керек. Қалай ішесіз? Күнде бір тәулігіне 1 рет на ночь, яғни ұйықтар кезіңізде 75 мг ішесіз. Яғни аспирин, элементарный ацетилсалицил қышқылы бізде 500 мг. Соны 4-ке бөлесіз де 4-тен 1 кішкентай бөлігін ғана күніне 1 реттен ішесіз. Ал егер профилактика, яғни сізде варикоз жоқ, сізде бәрі идеально, сізде давление жоқ, ісіну жоқ, сіз қанша ішесіз? Онда сол аспиринді 6-ға бөлесіз, 6-дан 1 бөлігін ішесіз, кішкентай 1 бөлігін. Сонымен қатар бізде көптеген әйелдер умница да, яғни бір таблетка ішеді, осы маған 6 күн ішті деп 6 күн ішпей қояды. Ондай нәрсе болмайды. Міндетті түрде күнінен 1 реттен ішеміз.
Ал сындырып жүрмей готовыйын аламын десеңіздер, пожалуйста, онда бізде не бар? Тромбаз, аспирин кардио, кардиомагнил деген түрлері бар. Соны, яғни 75 миллиграмдығын күніне бір рет ұйықтар кездеріңізде туғанға дейін ішулеріңіз керек. Ай сайын міндетті түрде тромбоциттеріңізді тексере отырып. Ендеше аман-есен босанып алыңыздар, балаларыңыз сап-сау, сүп-сүйкімді, салиқалы ұрпақ болсын. Сіздің денсаулығыңыз, сіздің балаңыздың денсаулығы сіздің мойныңызда екенін ұмытып кетпеңіз. Сіздермен бірге болған доктор Сейіт Жаппаровна, барлығы түсінікті деген ойдамын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет.